Сәлем достар, назарларыңызға банк бөлімшесіне онлайн қалай жазылуға болатын видео нұсқаулықты ұсынамыз. Сонымен кеттік. Ең алдымен бізге интернетке қосылатын компьютер немесе ноутбук қажет. Содан кейін кез келген интернет браузерге кіреміз. Іздеу жолына Жилстрой Сбербанк деп керіп, бірінші шыққан сілтемені таңдаймыз. Алдымызда тұрғын үй құрылыс жинақ банкының сайты шығады. Сайттың үстіңгі жағында бөлімшелер мен терминалдар батырмасын байқаймыз. Соған бассақ, банк бөлімшелерінің мекен-жайлары туралы ақпарат шығады. Бұл парақшада бөлімшеге онлайн түрде жазылу сары батырмасын басамыз. Алдымызда бөлімшеге онлайн жазылуға толтыратын анкета шығады. Біріншіден қала немесе облыстағы филиал таңдаймыз. Екіншіден өзімізге жақын бөлімшені таңдаймыз. Әрі қарай банкке қандай мақсатпен келетінімізді көрсетеміз. Және қандай операция өткізетінімізді белгілейміз. Келесі жолдарға өзіміздің иініміз бен телефон номерімізді тереміз. Жоспарланған күніміз бен уақытымызды таңдаймыз. Енді қалғаны суреттегі символды енгізіп, жазылу батырмасын басамыз. Кішкене күтіп, банк бөлімшесіне онлайн код аламыз. Осы кодпен банкке келе аламыз достар. Видео нұсқаулығымыз сізге пайдалы болды деп сенеміз. Жақсы күндерде жүздескенше. Сіздің Жилстрой.